сондай болады міне. Рахмет ақсақал. Осы сізбен сөйлесіп жеңілдеп қалам бар ғой. Бір жақсы сұхбат болды негізі. Иә. Ақсақал деймін да. Осы үш тұғырлы тіл дейді. Ай, сол үш тұғырлы тіл дейтін қандай ол өзі? Үш тұғырлы тіл ма? Иә. Ол былай. Оның алғашқысы ана тілі. Одан кейін латын тілі. Одан кейін қатын тілі. Қатын тілі дейтін қандай болады? Қатын тілі деген кез келген әйелдің тілін таба білсең, жолың ашыла береді. Мысалы бір бастыққа жолыққың келе ма? Бірінші қатынның тілін таб оның. Кресло керек па? Қатынның тілін табу керек. Вай ба. Ақсақал деймін да. Үй алу керек болса не істеуің керек сонда? Үй алғың келсе, ЖКХ-ның бастығының әйелінің көңілін тапсаң, мінекей. Жер алу үшінші жер алу үшін. Жер алғың келсе, земельный комитетке барасың, соның бастығының әйеліне жаңағыдай сыйлық жасап жібересің, сонымен ісің кете береді. Бір үйге барсаң да, мысалы, жақсы тамақ ішкің келе ма, қатынның тілін тауып ал. Көрдің ба? Бұл әйелдің тілін тапсаң, әлемнің тілін табасың. Көрдің ба? Оны біліңдер.